талап дүкенде сабылған жұрттың қым-қуыт тірлігі бір күннен кейін 2015-тің тарихқа айналатынын сездіреді. Армысыздар, хабар арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Ақсәуле Әлжан. Бүгінгі бағдарламада. Шығыс Қазақстанда қарым-қатынас үзілген ауылдардың тұрғындары қандай жағдайда? Азық-түлік дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілген бе? Өңірдегі тілшіміз осы сұрақтарға жауап іздеп көрді. Ерекше инновация үнемге алып келеді. Мұнай тасымалдайтын ұлттық компания келер жылы миллиондаған теңге қаражат үнемдемек. Еліміздің үздік спортшылары кімдер? Бүгін хабар арнасынан жүзден жүйріктердің қалай анықталғанын тамашалаңыздар. Нұрсұлтан Назарбаев президент әкімшілігінің 2015 жылғы қызметін қорытындылады. Бүгін Ақордада елбасы осы сала қызметкерлерімен кездесіп, жыл бойы атқарылған жұмыстарға тоқталды. Шараға президент әкімшілігінің басшысы Нұрлан Нығматулин, мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова және президент көмекшісі әрі қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Нұрлан Ермекбаев пен күштік құрылымның басшылары қатысты. Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздіктің 25 жылдық аясында ел алдында маңызды міндеттер тұрғанын, оларды табысты жүзеге асыру көбіне көп мемлекеттік қызметшілердің кәсібилігіне байланысты екенін атап өтті. Сондай-ақ президент жиналған қауымды алдағы жаңа жылмен құттықтады. Баршаларыңызға зор денсаулық тілеймін, шын жүрегімнен. Бақытты болыңдар бұл ғұмырда. Балаларыңның қызығын көріңдер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болса, семьямыз, жанұямыздың барлығы берекелі болады. Нұрсұлтан Назарбаев Иранның ядролық бағдарламасы бойынша жан-жақты қамтылған бірлескен іс-қимылдар жоспарын жүзеге асыру туралы мәлімдеме жасады. Онда Қазақстан Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі жағдайды реттеу жоспарын құптайды деп айтылған. Еліміз Алтылық пен Иранның бірлескен комиссиясының өтінішін қанағаттандыру жөнінде шешім қабылдады. Оған сай Қазақстан Алтылық тобы, атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік және Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тиісті құрылымдарымен келісіп, Ираннан шығарылған аз байытылған уранның өтемі ретінде Ислам Республикасына 60 тонна табиғи уран жеткізгені хабарланған. Кешелі бері жаңалықтардың арқауына айналған қарлы бұрқасынның беті бүгінде қайтар емес. Астанадан Қарағанды, Павлодар мен Қорғалжынға баратын жолдар жабылды. Яғни еліміздің 5 бірдей облысында тас жолдар тағы жабылып, төтенше жағдай жарияланды. Сонымен қатар Шығыс Қазақстан, Қостанай, Жамбыл мен Қарағанды облыстарында барлық бағытқа қозғалыс шектелген. Мәселен, Ақмола мен Қарағанды облыстарында жол көлік апаттары орын алды. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Осыған орай төтенше жағдай қызметі тұрғындарды алыс жолға шықпай, қауіпсіздік шараларын сақтауды тағы бір мәрте ескертеді. Алайда бүгін кешке қарай Қарағанды облысында боран басылып, жолдар қардан аршыла бастады. Құтқарушылар діттеген жеріне жете алмай қалған 740 жолаушыға тегін билет әперіп, кеше түнде пойызға отырғызған. Олардың басым бөлігі Алматы, Шымкент, Павлодар қалаларының тұрғындары. Ал жергілікті әкімдік далада қалған жолаушыларға азық-түлік пен жанармай жеткізген. Естеріңізге сала кетейін, соңғы 4-5 күн бойы ақтүтек боранның салдарынан өңірде 1000-ға жуық көлік далада қалған еді. Көбі жүк көліктері, дені көктайғақтан биік асуларды бағындыра алмай боранда қалған. Төтенше жағдайлар қызметі бұл аралықта 434 көлік пен 20 жолаушылар автобусын қар құрсауынан алып шығып, 330 адамды құтқарды. Облыстың Абай ауданында әлі де төтенше жағдай сақталуда. Бүгін барлық бағыттар бойынша күшейтілген режимде облыс бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ауа райы әрине құтқару жұмыстарын жүргізуге және жол тазалауға өте бүгінгі күн қолайлы болып тұр. Нәтижесінде енді кешке жақынға дейін Алла-амандығын берсе, біраз бағыттар бойынша жолдар жақсарып қалады деген үміттеміз. Ал Шығыс Қазақстан облысының құтқарушылары жолда қалып толғақ қысқан жүкті әйелді құтқарды. Төтенше жағдай қызметкерлері Алматы-Өскемен тас жолында қалың қарға батып қалған автобусқа дейін жолды аршып, аяғы ауыр келіншекті уақытылы перзентханаға жеткізіп үлгерген. Сондай-ақ облыстың Ұлан ауданында сыртпен байланыссыз қалған елді мекендерге құтқарушылар азық-түлік жеткізуде. Жалпы 5 күннің ішінде олар қар құрсауынан 500-ден астам адам мен 881 техниканы шығарған.
Ал төтенше жағдайлар комитетінің ақпараты бойынша боранға байланысты жабылған Ақмола, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарындағы жолдарда көлік қозғалысы қалпына келтірілді. Қарағанды, Қостанай, Жамбыл және Шығыс Қазақстан облыстарының бірқатар ауданында төтенше жағдай жарияланды, жолдар әлі жабық. Сұрапыл табиғаттың тосын мінезінен кеше Павлодар облысындағы бірқатар әлеуметтік нысандар зақымданған. Май ауданындағы мәдениет үйі мен Ақсу қаласына қарасты мектептердің бірінің шатырын жел ұшырып әкеткен. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Қостанай облысындағы Затабол кентінің біраз тұрғыны жаңа жылды жаңа үйде қарсы алады. Жергілікті билік пен бизнестің әлеуметтік әріптестігінің арқасында 24 отбасы мереке қарсаңында баспаналы болды. Олардың арасында соғыс ардагері, жетім балалар, бюджеттік мекеме қызметкерлері де бар. Қоныс тойын тойлаушылардың қуанышын әріптесім Мағауия Қалиевте бөлісіп қайтты. Жаңа үйден пәтер алғандардың бірі қарт майдангер Сабыр Батырғалиұлы. Бұл біз үшін күтпеген сый болды дейді ардагер. Қоныстанушылар жылы да жайлы пәтерге әлі орналасып үлгермесе де, құтты болсын айтып келушілерден аяқ босар емес. Алғашқылардың бірі болып, аяз аталарын ертіп, аудан басшылары келді. Счастье в новом доме. Көңіл күйім жаман емес, ырзамын. Қазақ еліне Алла тағала тыныштық берсін. 24 пәтерлі үйдің 5-еуі жетім балаларға, қалғаны кезекте тұрған әлеуметтік сала қызметкерлеріне бөлінген. Бизнес пен әлеуметтік әріптестік орнатудың арқасында осы тұрғын үй құрылысына қаралған бюджет қаржысы 12 миллион теңгеге үнемделген. Бұл жұмыс алдағы жылы да жалғасады. Бізде проектно-сметный документациямыз тағы да 2 үйге дайын. Қазір енді қаражат бөлінсе, ары қарай сала береміз. Аудан бойынша жоспармен 31 мың текше метр құрылыс салды биыл. Жоспардың бәрін орындалдық. Жылда сол 30 мыңнан артық текше метр тұрғын үй жеке меншікте тапсырып тұрады. Қазір Қостанай ауданы бойынша 1300-ден астам адам пәтер кезегінде тұр. Белгіленген жоспар жүзеге асса, тағы да 100-ге жуық жергілікті тұрғын алдағы жылдары баспаналы болады. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, қорытынды жаңалықтар, Қостанай. Өткен жылды қорытындылайтын уақытта жақындап қалды. Еліміздің ең үлкен қаласы, оңтүстік Астана аталып кеткен Алматыда 2015 жылы қуанышты да көңіл жабырқататын да оқиғалар көп болды. Шаһар тұрғындарының есінде қалған елеулі оқиғаларды алматылық әріптесім Алмас Сәдуақас сабақтайды. Сәуір айында қала тұрғындары үшін қуанышты оқиға болды. Метрополитен желісі 3 шақырымға ұзарып, халық тығыз орналасқан аудандарға жетті. Бұл жолаушылар тасымалының ыңғайлы әрі жылдам түрі. Жерасты жолымен осы күнге дейін 20 миллион жолаушы тасымалданған. Ал маусымның аптабыстық күндері алматылықтардың зәре-құтын қашырып, біраз әбігерге салды. Сел жүріп, таудан келген лай су Қарағайлық шам ауданындағы жүздеген үйге нұқсан келтірді. Алайда жұмыла көтерген жүк жеңілдегендей, бұл ауылды қалпына келтіру жұмыстарына үлкен кіші демей барша жұрт атсалысты. Солдаттарға көп рахмет, 1 минут даже отырмай, екінші күндері сізге кеп көмектесеміз, ертең де келіп бітірмей қалғанды деп, ертең де 15 солдат келіп, мына есіктің алдындарында ашып берді. 13 жасар Диас көмекке келгендердің ішінен елгезектігімен танылған батыр бала, көпке үлгі болған балаға қала әкімдігі алғыс айтып сыйлық жасады. Қарағайлыдағы қайғылы жағдай салдары қалыпқа келе бастағанда Алматыда ерекше қуанышты жаңалық болды. Дүниеге 4 келді. 3 қыз бір ұлды дүниеге әкелген аяулы ана Баян Абдуллинаның жүзінен мейірім нұры төгіледі. 11-12 аптада мен Қахаман больницасына угрозамен түскен кезде сол жерде сол больницаның қызметкерлері анықтады 4 екен. Қандай күйде болдыңыз? Енді біз өзіміз түспей қалдық, жолдасым екеуміз. Биыл қауіпсіз деп саналатын трамвайларды дұрыс тізгіндемеу салдарынан 2 рет ірі жол апаты болды. Бірнеше көлікті жайпап өтіп, 20 шақты жүргізушіге шығын әкелген оқиғадан кейін арнайы комиссия трамвайларды уақытша тоқтатты. Енді қала әкімдігі депоны жаңартып, ескірген темір жолдардың орнына жаңа жүрдек электр вагондарын іске қосуды жоспарлап отыр. Биыл тамыз айында Алматыда тағы бір көңілге қаяу түсіретін жағдай болды. Жетісу ауданында Тобаяқов көшесінде орналасқан ескі үйлердің бірінен шыққан өрт айналаны жалмап, көрші үйлерді де түгел күлге айналдырды. Сол кезде бір мезетте 60 адам үйсіз-күйсіз қалған. Бастарына күн туған жандар жергілікті әкімдіктен жанашырлықпен көмек қол созылады деп ойламаған болатын. Ал жаңа жыл қарсаңында оларға үй берілді. Солармен бірге қоныс тойын біз де тойладық.
Қала бюджетінен қаржы бөлініп, төтенше жағдай департаментімен бірігіп, аз уақытта әр отбасыға заман талабына сай ыңғайлы 2 бөлме баспана салынып берді. Басымызға іс түскенде ойлағанымыз жоқ, далада қалдық деді. Ал бүгінгі таңда жаңа үйге, жаңа қонысқа кіріп, рахметімізді айтамыз. Қуанышқа кенелген 15 отбасы жаңа жылда жаңа пәтерді қарсы алатын болады. Алмас Садуақас, Ерлан Абжанов, қорытынды жаңалықтар. Айтпақшы, Алматыда ескі жылу электр станциялары болашақта жаңартылуы мүмкін. Егер бұл жобаға қаржы табылса, мегаполис ауасына таралатын лас түтін азайып, экологиялық ахуал қалыпқа келуі мүмкін дейді әкімшіліктегілер. Жыл соңында да жұмыс қарқынын азайтпаған мекемелер бар екен. Елдегі мұнайды шетке тасымалдаумен айналысатын Қазтрансойл ұлттық компаниясы құбырлар жүйесінің жұмыс сапасын жақсартатын инновациялық технологияларды енгізуде. Бұл жаңашылдық сонымен бірге өндірістік және еңбек шығындарын төмендететін көрінеді. Қазтрансойл өз өндірісіне жаңа технология енгізуде. Аймақтар мен көршілес елдерге мұнай тасымалдайтын компанияның мұнай құбыры 5,4 мың шақырым шамасында. Бұған дейін оны арнайы мамандар тобы қадағалап, кеңселерін жалға алу үшін қыруар қаржы жұмсап келген. Енді осы жүйені бақылау үшін алыстан басқарылатын байланыс орталықтары орнатылуда. 2016 жылдың аяғына дейін компания 36 осындай байланыс орталықтарын салмақ. Посчитали, где-то около больше 6 миллионов тенге мы тратим на каждый узел связи. Байланыс тораптарын енгізсек, жыл сайын 6 миллион теңге үнемделеді. 36 айға көбейтсек, біз жылда 216 миллион теңгеге жуық ақша. Байланыстың жаңа тораптары алдымен Шымкент мұнай құбыры басқармасына қондырылды. Бұл жерде ұзындығы 530 шақырымнан асатын мұнай магистралі бар. На данный момент установлено НПС Осы уақытқа Шымкент және Созақ мұнай айдау станциясы және Шымкент мұнай құбыры басқармасы белгіленді. Қазіргі кезде сынақ жүріп жатыр, әрі нәтижесі жақсы. Алыстан басқарылатын байланыс тораптарын салу, мұнай тасымалдау үдерісін жетілдіру және шығындарды оңтайландыру үшін компания жүргізіп отырған шаралардың бір парасы ғана. Гүлзира Мырзахан, Талғат Уәли, Қанат Әбілдин, Хабар, қорытынды жаңалықтар. 2016 жылы мұнай бағасының қандай болатынын болжап айту қиын. Алайда сарапшылар екі факторды қаперде ұстайды. Олар нарықтағы шикізат мөлшерінің көп болуы мен Иранның экспорттаушылардың қатарына қайта қосылуы. Дегенмен Рейтер агенттігінің хабарлауынша, келер жылы Brent мұнайының орташа құны $58.60 шамасында болмақ. Болжам әлемнің 28 сарапшысының пікіріне сүйене жасалған. Қазір қара алтынның баррелі $37 да арзан. Мұнай бағасы емес, табиғаттың мінезін болжау оңай болып тұр бұл заманда. Оңтүстік Қазақстан облысында тұратын Нұрқабыл Қозыбайды өңір тұрғындары табиғат тамыршысы деп атайды. Оның алдағы уақытта ауа райының қалай өзгеретінін болжап айтқандары айдай анық келіп жатады. Ел құбылмалы келеді деп айтатын мешін жылы табиғаттың қаншалықты өзгеріп тұратынын бізде сұрап көрген едік. Тек оңтүстік өңірге қатысты ғана түсініктеме алдық. 32 жылдан бері табиғат құбылысын дәптеріне тізіп жазып, соған қарап жыл мезгілдеріндегі ауа райының өзгерісін анық айта алатын табиғат тамыршысы мешін жылы қыс қатты болуы мүмкін дейді. Өйткені 12 жылда бір рет табиғат өз мінезін көрсетеді екен. Әдетте мешіннің қысы қатал келеді. Бұл бұрынғы заманнан дәлелденген жайт. Ал көктемнің соңғы айлары диқандар үшін қолайлы бола қоймайды деп болжап отыр ол. Қараша және мынау желтоқсан айында да жауын шашын өте көп түсуде. Осы деректердің бәріне сүйенетін болсақ, келесі жыл көктемде жаңбыр аз жауы мүмкін. Алдымызда келе жатқан көктемде жаңбыр аз жауы мүмкін. Бұл оңтүстік Қазақстан облысына қатысты ауа райы болжамы. Ал астрологтар бірауыздан келер жыл бір қалыпты болмайды деуде. Экономикалық және саяси ахуалды ескерсек, күрмеуі шешілмеген мәселелер расында да баршылық. Ресейдің белгілі нумерологы арнамызға сұхбат беріп, сандардың құпиясы туралы айтты. Сонымен қазақ елі үшін 2016 жыл қандай болмақ? Клара Күзденбаева Мәскеудегі белгілі нумерологтардың бірі. Дарамсаладағы Тибет монастырынан оқып келген маманға ақыл кеңес сұрап келетіндер көп. Олардың арасында Эдита Пьеха, Надежда Бабкина, Николай Басков сынды әншілер де бар. Болашақты болжау үшін Клараға адамның туған күні мен аты жөнін білу керек. Нумерологтың айтуынша, келер жыл 9 санымен тікелей байланысты. Демек, егер сіз биыл көп еңбектенген болсаңыз, 2016 жылы табысқа кенелесіз дейді ол. Девятка – это год подведения итога.
9 осыған дейінгі жасалғанның бәрін қорытындылайтын жыл дегенді білдіреді. Демек, қажет емес ескі дүниеден, пайдасынан зияны көп байланыстардан құтылу қажет. Әр адамның қасында энергиясын пайдаланып жүрген жолдастары болады. Солардан алыстау қажет. Денсаулыққа ден қою маңызды. Келер жыл шаңырақ көтеріп, дүниеге бала әкелуге қолайлы уақыт. Және қаржы құю үшін де жемісті жыл болмақ. Ал алып елдің болашағын болжау үшін мемлекет тізгініндегі тұлғаның туған күні мен аты жөнін сараптайды. Осындай өмірлік код әр адамда, елде де бар. Мысалы, Қазақстан үшін бұл 91 жылдың 16 желтоқсаны. 2016 биік белестерді бағындыру жылы. Алыңдайтын дәнеңе жоқ. Әрине, дағдарыс барлық елге әсер етуде. Бастысы болашаққа сенімді болу. Қазақстандықтар әдетте позитивті келеді. Келер жылдың жемісті болу үшін қоғамдағы қарым-қатынастың сыйластыққа негізделуі маңызды. Өзара сүйіспеншілік болу қажет. Сол кезде біз барлық қиындықты еңсере аламыз. Нумерологтың болжамы айқын болмағанымен Клара Күзденбаева Қазақстан 2016 жылы қиындыққа тап болмайтынын айтты. Ең бастысы, жаңа жылды жылы қабақпен құшақ жая қарсы алу керек деді ол. Меруерт Айтқазықызы, Дана Нұржан, Ресей, қорытынды жаңалықтар. Жаңа жыл мерекесіне теңізде де қызу дайындық жүріп жатыр. Еліміздің әскери теңіз күштері мейрамға әзірлікті бүгін бастап кетті. Каспийде әскери кеме әсем безендіріліп, жаңа жылмен құттықтауға Аяз Ата мен Ақшақарда шақырылған. Жаңа жыл мерекесін тойлауға дайын. Еркін тұр. Сарбаздар қызметте жүргенімен әскери кемеде жаңа жыл ерекше тойланады. Бұл күні темірдей тәртіппен жүретін теңізшілерге аздаған еркіндік беріледі. Елбасының және жоғарғы қолбасшыларының құттықтауы тыңдалады. Одан кейін мерекелік дастархан мәзірі ұсынылып, түрлі тосын сыйлар жасалады. Келе жатқан мешін жылы қой жылы секілді елімізге тыныштық, береке және жұмысыңызға табыс алып келсін. Тағы бір рет жаңа жыл мерекеңіз құтты болсын. Сарбаздардың бірі қолына гитара алып ән салса, енді бірі Аяз Атаға шетіне көз жетпейтін теңіздің қызықтарын көрсетіп әлек. Мұнда қар сирек жауады, сондықтан биыл айналаның ақ ұлпаға орануы табиғаттың ерекше тосын сыйы дейді сарбаздар. За 2 года я здесь как службы моей, я первый раз увидел снег. Мұнда келгеніме 2 жыл болды. Содан бері қардың жауғанын алғаш рет көрдім. Ақ қала жасап, бала кезім есіме түсіп кетті. Так как снег здесь редко видим. Жаңа жылдың қарсаңында қардың жауы жайдан жай емес. Бұл теңіз Аяз Атасының тартуы деп санаймын. Қой жолын қазақстандық теңізшілер табысты аяқтады. Каспийде халықаралық деңгейде өткен сайыста мүмкіндіктерін сынап, елге жеңіспен оралған болатын. 2016 жаңа жылда күтетініміз заманымыз тыныш болғаны, еліміз аман, жұртымыз тыныш, елбасымыз аман, жұртымыз аман болсын, халқымыз аман болсын. Бүкіл қазақстандықтарға зор денсаулық, ұзақ өмір, бақыт тілеймін. Елімізде әскери теңізшілердің беделі жылдан жылға артып келеді. Ескі техникадан арылып, заманауи қару-жарақпен жабдықталып жатыр. Соның дәлелі ретінде келер жылы Қазақстан әскери теңіз күштерінің техникасы жаңа мина тасығыш кемемен толығып, еліміздің жауынгерлік қабілеттілігін арттыруға ықпал етпек. Зайнұр Байжігіт, Татьяна Ковалева, қорытынды жаңалықтар, Маңғыстау облысы. Семейліктер мешін жылын ерекше қарсы алуда. Биологиялық орталықтағы макака тұқымды маймылға арнайы мереке ұйымдастырылды. Абу Буча есімді мақұлық орталыққа 16 жыл бұрын Алматыдағы зообақтан әкелініпті. Осы жылдарда үйірме оқушылары оны жан-жақты зерттеп үлгерген. Әдетте күніне 3 рет тамақтандырылса, маймылдың бүгінгі ас ішу тәртібі бұзылып, дастархан мәзірі ас-ауқатқа толы болды. Келушілер әкелген алма, мандарин, кәмпит сияқты тәтті дәмділер Абу Бучаның аранын аша түсті. Тіпті тосап жағылған нан да берілді. Айта кетейін, макака маймылы халықаралық қызыл кітапқа енгізілгенін сирек айуан. Қой жылы да алдымыз осында бізде де бар, ешкі қой жаман болған жоқ, жылы жыл болды. Маймыл жылы енді тек қана қозғалыста болатын жыл деп ойлаймын, өйткені маймылды енді адам тектес деп айтады ғой. Қол аяғы жақсы дамаған, өзінің азығын да жей алады, қозғалыста тырп етпей жүре береді. Жыл атауын иеленген жануардың жаратылысы адамзатқа қашанда қызық болып көрінетіні рас. Жабайы бола тұра кей қасиеттері адамға ұқсайтыны да жасырын емес. Алматыдағы той-томалақтарда асыранды мешінімен бірге өнер көрсететін иллюзионист Айтжан Игенбердиев жаңа жыл алдында тілшілерімізбен кездесті.
Қылығы күлкілі, қулығы да жетерлік жаңа жылдың символы мына маймылдың аты Қатипаш. Айтжан Егенбердиевтің айтуынша, әкесі аң құсты жақсы көреді екен. Қазір Айтжан әке жолын жалғастырып, маймылды қолға үйретуде. Олар бұйрық беруде емес, өзімен тең қарым-қатынасты қалайды дейді. Ерекше жануардың тілін тапқан Айтжан. Үндістаннан әкелінген Қатипаш қазір 8 жаста. Бір қызығы, ол бананға қызықпайды екен. Біздің Қатипаш енді бешбармақ, плов, қуырдақ жақсы көреді, самсаны жақсы көреді. Мен ешім соны жей береді ғой. Айтжан маймылымен екеуі балалар мерекесінде өнер көрсетеді. Қожайынның тапсырмасын қас-қабағынан ұғатын Қатипаш шартты жаттығуларды тез есте сақтайды. Бірақ қиын кездер де болады дейді Айтжан. Танго билеп, артқа шалқаюды Қатипашқа 1 жыл үйретіпті. Өзінің мінезде қызық, қызғаншақтығы да бар. Тойларда боламыз, сахнаға шығатын кездер болады, сол кезде қыздар келіп тиіседі ғой бұлай, әдейіге, маймылды көрген соң. Тиіскен кезде Қатипаш қызғанады. Қызғанады да тістеп алуы да мүмкін, тырнап алуы да мүмкін қыздарды. Өзі қыз болған соң қыздар жақтырмайды. Айтжан қазір тәжірибелі иллюзионист. Жаңа жыл қарсаңында бізді ғажайыпқа сендіру үшін ол өзінің сиқырлы өнерін көрсетті. Қалықтаған үстелдің құпиясы бізге беймәлім. Ал Қатипаш түсірілім барысында тосын қылықтар көрсетпеді. Тыным таппайтын еңбекқор, жылдамдығына көз ілеспейтін жануардың біраз уақыттан соң қандай әрекет жасайтынын болжау қиын. Сондықтан жұлдызшылардың пікірінше 2016 жылдың қандай болатынын алдын ала айту қиын. Күтпеген өзгерістер болуы да ғажап емес. Қалай болғанда да келер жыл сәттілігімен қуантсын. Гүлжан Көленқызы, Гүлнар Омарбекова, Бен Нарымбаев, қорытынды жаңалықтар, Алматы. Жаңа 2016 жылы күнтізбеде 366 күн болады екен. Келе жатқан толық жылды қалай қарсы алу қажет? Дастарханда қандай дәм тұрғаны жөн? Мамандардың мешін жылына қатысты қандай кеңестер бергенін келесі материалдан біле аламыз. Әріптесім Гаухар Омарбектің материалына назар аударсақ. Бұл жаңа жыл маймыл жылы ғой, былай айтқанда. Бәрі жақсы болу керек. Жаңа жылды қарсы алып, үйде телевизор қарап, жақсы көңілмен отыру керек. Отбасымызбен бірге сағат тілі 12 ұрғанда бірге өткізсек дейміз. Бұл ырым бойынша жыл бойы бірге болады деген ұғым. Жаңа жыл отбасылық мереке, сондықтан дастарханға қойылатын тағамдар қолжетімді әрі жеңіл болғаны абзал. Аспаз Евгений Плешаков 15 минутта дайын болатын сиыр етінен жасалған курдите тағамын әзірлеу құпиясымен бөлісті. Яркие цвета. Қанық түстер мерекелік тағамдарда да кездесуі тиіс. Бұл келе жатқан жылдың басты талабы. Біз ұсынған тағамда черри қызанағы, асқабақ және моцарелла сырымен пісірілген етке сән береді. Бұл тағамды кез келген адам пісіре алады. Мешін жылының басты символы қызыл түс. Бұл түстің алуан түрлі реңктері киім-кешекте немесе әшекей бұйымдарда болғаны абзал. Жұлдыздар алдағы уақытқа да өз үкімін шығарып қойған. Мысалы 2016 жылы күнтізбеде ақпан айы толық 29 күнге толады. Бұл 4 жылда бір рет қайталанатын құбылыс. Огненная красная обезьяна. Мешін жылы жылдам әрі белсенді өтеді. Басы бос адамдар екінші жартысын іздегені абзал. Жыл бойы өзге адамдарға көмектесіп, қамқорлық танытсақ, бағымыз ашылады. Сондай-ақ ұқыптылық, уақытпен санасу, жауапкершілік сияқты қасиеттерді бойымызға тәрбиелеген жөн. Жұлдызнамаға сенсек, мешін жылында қоғамдық жұмыстарға ерекше көңіл бөлу қажет. Астрологтар еріктілер еңбегіне де етене араласуға кеңес береді. Гаухар Омарбек, Азамат Саметов, Хабар, қорытынды жаңалықтар. Көрермендерге құлақ қағыс. Бүгін Хабар арнасында еліміздің осы жылғы ең үздік спортшылар анықталады. Марапаттау рәсімі кешкі сағат 21:30-да көрсетіледі. 10 номинация бойынша, соның ішінде жыл жаңалығы, жыл командасы, жыл үміті, жыл жетістігі, жыл федерациясы және жыл спортшысы сынды аталым жеңімпаздары марапатталады. Қазақстан мен Украинаның кәсіби режиссерлік тобы спорттық шара барысында қызықты қойылымдар ұсынбақ. Айтулы шараны өткізіп алмаңыздар. Астананың барысы хоккей жанкүйерлеріне жаңа жылдық керемет сый жасады. Биылғы жылдың соңғы кездесуінде құрлықтық хоккей лигасының көшбасшысы мәскеулік ЦСКАны қабылдаған елордалық команда аса тартысты өткен ойынды өз пайдасына аяқтады.
Спорт шолушымыз Қанат Базылхан осы және өзге де спорт жаңалықтарымен хабарымызды жалғастырады. Құрлықтық хоккей лигасында плей-офф жолдамасына талас қыза түсті. Шығыс тобында 9-шы орыннан көтерілмеген Барысқа 3 ұпай ауадайға жетеді. Кеше батыс тобындағы мықтылардың бірі ЦСКА мен айдынға шыққан Андрей Назаров шәкірттері тамаша ойын үлгісін көрсетті. Алғашқы жарты сағатта Роман Савченко мен Старченко және Сен-Пьер Мартин Мәскеу армияшыларының қақпасына жауапсыз 3 гол соқты. ЦСКА есеп айырмасын қысқартқан, алайда соңғы кезеңде Майк Ландиннің шайбасы матчқа нүкте қойды. 4-2 есебімен жеңіске жеткен Барыс шығыста 7-ші орынға көтерілді. Астаналық команда келесі ойынын 3-ші қаңтарда Ханты-Мансийскінің Юграсымен өткізеді. Халықаралық ауыр атлетика федерациясы допинг дауынан кейін Қазақстанға $50.000 айыппұл салды. Жақында 3 бірдей атлетіміз тыйым салынған дәрі-дәрмек пайдаланды деп айыпталып, уақытша жаттығу жұмыстарынан шеттетілген болатын. Осы жағдайға байланысты халықаралық қауымдастық тағы бір қатаң шешім шығарып отыр. Егер еліміз бұл қаржыны төлемесе, Рио-де-Жанейро олимпиадасының жолдамасынан қағылады. Жаңа жылда жаңа жобалар. Хабар арнасы мерекеге орай көрермендерін тың туындылармен қуантпақ. Мен сіздерден мұндай сыйлық күтпеп едім. Олардың алғашқысы сыйлық деп аталатын музыкалық фильм. Ондағы оқиға желісі Астанадағы дәмханалардың бірінде өрбейді. Детективтік сюжетке құрылған фильмге аспаздар мен даяшылардың жаңа жыл қарсаңындағы күлкілі әрі қызықты әрекеттері арқау болған. Олар өздеріне сыйлық қалдырған беймәлім адамның кім екенін анықтамақ болып, бастарынан түрлі хикаяларды өткереді. Фильмнің көрсетілімі 31 желтоқсан кешкі 7-ге белгіленген, өткізіп алмаңыздар. Сондай-ақ Астана Ньюс айқұлақ хабар.kz мекен жайына құттықтаулар мен жаңа жылға байланысты қызықты бейнероликтерді қабылдау әлі жалғасып жатқанын естеріңізге саламын. Бүгін соңғы күн, уақыттарыңыз қалды, асығыңыздар. Бүгінгі айтарымыз осы, ертең дәл осы уақытта кездескенше аман болайық.